Жабылмайтын жалғыз есік. Бұрынырақта өмір сүрген бір ханның әдемі бақшасы болса керек. Небір алуан түрлі, хош иісті гүлдерге толы бұл бақшаға бір күні хан келіпті. Өйткені бақша күзетшісінің әйелі ажарлы екен. Келе сала бақша күзетшісін бір жұмысты сылтауратып жұмсап жіберіп, хан бірден оның әйеліне көзін қадап, бар да бақшаның барлық есіктерін жауып кел, бірде-бір есік ашық қалмасын дейді. Алайда бақша күзетшісінің әйелі ажарлы хан емес, ар ұятты білетін өте ақылды еді. Әйел бірден ханның жаман пиғылын сезеді. Есік жаппақ болып кеткендей бір ағаштың артында сәл тұрып келгеннен кейін ханға қарап, «Қанеке, есіктердің бәрін де жаптым. Алайда бір есікті жабуға әлім келер емес. Қанша тырыссам да жаба алмадым» депті. Хан, «Ол қай есік?» деп сұрап таңырқап. Сонда дәл осы ұрымтал тұсты күтіп тұрған әйел оған. Ол есік Аллах тағаланың өз құлдарын не істеп не қойып жатқандарын түгел көріп тұратын басир, көруші есік еді депті. Ханды ойнатпақ ниетпен. Бұны естігенде төбесінен біреу қос қолдап тұрып, бір қойғанда есін жиып ала қойған хан дереу әйелден кешірім сұрап, Аллах тағаланың алдында тәубаға келіпті. Екінші рет ондай жаман ойға бармас үшін дереу Аллах тағаланың сүйікті құлдарының біреуінің қасына барып, имани, ислами дәрістер ала бастапты. Көп өтпей Ағалик хан Аллах тағаланың сүйікті құлдарының қатарына қосылса керек.